Мұхит-арал океанариум. Дархан далаға жеткен мұхит тамшысы. Капли океана посреди степи. Бірінші бөлім. Мұхит-аралда мекендейтін балықтар. Сиыр балық. Рогатый кузовок или рыба-коровка. Тас балық. Рыба-камень. Ақ испелі акула. Белоперая серая акула. Мавритан путы. Мавританский идол. Теңбіл қорапша. Пятнистый кузовок. Теңіз жұлдыздары. Морские звезды. Жалау-шалы көбелек балық. Вымпельная бабочка или белоперый кабуб. Пельште балық. Императорский ангел. Жалқы мүйізді егеу балық. Единорог-напильник. Үнді сапысы. Индийский нож. Гвинеялық кірпі балық. Гвинейский рыба-еж. Көк жолақты люциан. Синеполосый люциан. Патша балық. Губан Наполеон. Жота мүйізді Пикассо. Спинорог Пикассо. Сары оташы немесе зебрасома. Желтый хирург или зебрасома. Ал қызыл тікенекті назо оташы. Хирург назо оранжевый шипы. Теңіз ат балығы. Морской конек. Марғау. Оскар. Қанатты теңбіл. Крылатка зебра. Жазық маңдайлы кайман қолтырауын. Гладколобый кайман. Көк оташы. Голубой хирург. Желкенді зебра қаяз. Зебрасома парусник. Түлкі бикеш. Рыба лиса. Домалақ платакс. Круглый платакс. Ұзын мұрт. Лобстер. Тазалықшы шаян. Креветка-чистильщик. Ұзын тұмсық көбелек балық. Длинноносая рыба-бабочка. Қабылан. Мурена. Леопардовая мурена. Угорь. Елге желі бөрі балық. Карликовая пирания. Саяқ шаян. Рак-отшельник. Ит балық немесе тетраодонтит. Рыба-собака или тетраодонтит. Қамқоршы акула. Акула-нянька. Думан ойын-сауық кешені. Думан ойын-сауық кешені 2000 жылы салына бастады. Бұл кешенде океанариум, киноаттракциондар, джунгли, балалар аттракционы, боулинг залы, шағын дүкендер және бірнеше кафелер бар. Думан океанариумы Қазақстандағы тұңғыш және алғашқы океанариум. Онда 2000-ға жуық теңіз жәндіктерінің түрлері бар. Бірнеше алып балық түрлері де кездеседі. Мұхит-арал. Бұл әлемдегі көк мұхиттан 3000 шақырымнан астам қашықтықта алыстаған жалғыз мұхит-арал. Мұхит-аралдың су қоры 3,8 миллион литрді құрайды. Оны әзірлеу үшін 120 тонна теңіз тұзы қажет болды. Мұнда жұмыр жердің әр түкпіріндегі теңіз жәндіктерінің 100-ден астам түрінен тұратын 2000-нан артық теңіз тұрғындары тіршілік құруда. Осындағы түрлі көрме аймақтарында оңтүстік Америкадағы және оңтүстік Шығыс Азиядағы тұщы сулардың, жағалау маңдарының, тұңғиықтар мен коралды рифтердің тұрғындары тіршілік кешуде. Мұхит-арал түбі жылжымалы жолмен жарақтаған, қалыңдығы 7 сантиметрлік акрил шынысынан жасалған, 70 метрлік дәлізі бар және әртүрлі көлемдегі 16 аквариумды 2 үлкен көрме аймағынан тұрады. Аквариумдердің әртүрлі мөлшерлері табиғи жағдайларына жақындатылған балықтар тіршілігіне көз салуға мүмкіндік береді. Күніне 2 рет су астына сүңгіші мамандары өздері үшін қатерлі болғанымен, көрермендерге қызық акуларды қоректендіру атты шоуды ел назарына ұсыну үшін тұңғиық түбіне түседі. Океанариум. Это единственный в мире океанариум, удаленный от океана более чем на 3000 километров. Емкость океанариума составляет 3,8 миллиона литров воды, для приготовления которой понадобилось 120 тонн морской соли.
Здесь живут более 2000 морских обитателей, представляющих более 100 видов морской фауны из различных уголков Земли. В разных зонах представлены обитатели пресных вод Южной Америки и Юго-Восточной Азии, прибрежные зоны, глубоководья и коралловых рифов. Океанариум состоит из большого аквариума, по дну которого проходит оснащенный подвижной дорожкой 70-метровый туннель из акрилового стекла толщиной 7 сантиметров и двух больших выставочных зон с 16 аквариумами различного размера. Благодаря различным формам аквариумов можно наблюдать жизнь рыб, приближенной к естественной среде обитания. Функционирование океанариума поддерживается уникальной системой жизнеобеспечения, состоящей из 11 километров труб, материал которых абсолютно безвреден для жизнедеятельности рыб. 34 мощных насосов и 6 песочных фильтров, емкость каждого из них 200 тысяч литров, а также с системой очистки воды со множеством фильтров, обеспечивающих необходимый химический состав и прозрачность. Жизнь обитателей океанариума насыщена событиями, незаметными для постороннего наблюдателя. Однако все же вы сможете понаблюдать за процессом их кормления. Дважды в день водолазы спускаются под воду, чтобы продемонстрировать зрелищное, интересное и опасное для них шоу кормления акул.